Бүгінгі тойды тірекке шығарамыз. Мына ұлағатты ұстазымыз Матлюб апайымызды, Талғат ағайымызды орындыға алып билеңіздер. Әсем әндеріміз тен ішінде.
шықпаған жері бар екен, бір ауыз. Енді ол нәрсе естен шыққан жоқ қой. Ол оқушыларға болып келеді. Ал енді осы жерде менің келінімнің бүгін туған күні. 25 май. Айдынның туған күні. Айдынды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Қайным екеуі бір жаста қоса қартайып, мына өсіп жатқан қыздарының рахатын көре берсін. Түнде 12-де құттықтайық десек, ұйықтап қапты. Бұл да кеше встречаға барып келген ғой. Сонымен азанда уақыт болмай қалды. Енді мен айттым, тура кештерінде құттықтап қояйын дедім. Қайным екеуің бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын, ең бастысы дендерің сау болсын. Айдын туған күнімен құттықтаймыз. Осындай біздің досымыздың әдемі, ақылды, есті бір сымбатты келіншегі барына өте қуаныштымыз. Үлкен перзенттерді ұлғайтырып, үйлендіріп, немерелі болып отырып, бір үй болып Шымкенттің қақ ортасында бір өлеңгелі семья болып отырғандарына өте қуаныштымыз. Және бір қуанышқа серік бір неміз бар еді. Қазір 40 жылдан алдын бірге оқып, 40 жыл болыпты бітіргенімізге. Қазір осы класстастарымыз ішінде Халиф Марат деген жігітіміздің де туған күні еді. Шақырамыз Халиф Марат. Айдын жеңгеміз, Марат ағамыз, үстіне жабу, астына ат, басына бұғы. Марат құда 110-ға келіңіз, сіз 111-ге келіңіз, қағандар 100-ге келе састы. Илайым 100 жасаңыздар, 100-ге жетіп шөлдегенде шеберелеріңіз кеп су берсін. Илайым сол күнге Құдай жеткісін дегендер бір қошеметтеп қол соқпайды. Құда қаласа, кеш біткен соң қайтып кету жоқ, Шымкентке, юбилейге. Рахмет. Мына білем, сіздер көпшіліксіздер екі дәптер қылып, жазып берді, алды арқасы қылып. Бәріміз сөйлей берсек, дастан болады, таң ат күн шығады. Бір-екі әпкеміз, бір-екі ағамыздан сұраған едік, Сапар інім 3-ке бөліп сөзді бере сал. Ортада би жарыс болсын, ән жарыс болсын, құр сөйлеумен өтіп кетпесін. Ал енді сөйтсек бола ма? Сіздерді бөліп шақырғанда мені сөгіп жүрмеңіздер. Мұна жасы бәріңіз теңдессіздер ғой. Жүрегінде оты барына сөйлеп, қағандар билесе бола ма? Рахмет. Сіздер келді, бейшілер келді, әртістер келді. Ал енді тойханамыздың төріне өлең айтып, сарын айтын, қызмет етіп талмайтын, той қызығын шалқытып, таңды таңға жалғайтын, келесі әпкелер мен ағаларды, жұбайларымен ортамызға шақырайын, қаны келіңіздер. Менің атым аталмады деп өкпелеп жүрмеңіздер. Бір үйден бір адам жазылған. Жұбайлар дегенде қосылып шыға берсін. Берімбетова Айнагүл әпкеміз, Хайназарова Гүлнар әпкеміз, Дәулетова Қалбиби әпкеміз, Дүйсебаева Зибагүл әпкеміз, Әшірбаева Орниса әпкеміз, ал Ибраева Олбосын әпкеміз, Нұрынбетова Аягөз әпкеміз, Абдуллаев Толқын ағамыз, Баймұрзаев Мұхудин ағамыз, Абсаметов Хабибулла ағамыз, Аргимбаев Мұхтар, Құлтаев Зулқар,
Таштаев, Мелдеш, Нарметов, Обайдулла ағалар бастаған тойғанымыздың түрі сіздердікі. Енді қосып шақырды, мені сөгіп жүрмейміздер. Тағы достар келсін. Негізі көгелер қыз бала төркінде келсе, төрде отырады. Сол төрінде отырып 45 шен келіп, сол төріне тастап кетер екен. Қыз бала төркінде келіп, табалдырықта отырып қалса, 40 шайтанды етіп келіп, сол табалдырыққа тастап кетер екен. Содан қалған бір жақсы сөз бар екен. Ол да берсін, Тәңірім, қыз да берсін. Алдыменен бақытты қызға берсін деп, қыздар төрге шығыңыздар. Қыздың жолы жіңішке. Ал енді мына бірінші қыздарға берсек бола ма? Бәріміз сөйлейміз ба, жоқ, ай үлкен сөйлесін ба? Үлкен қайсысы? Айнагүл әпше, той құтты болсын. Міне Айнагүл әпкемізге қараңыздар. Сұлулардың сұлуы, арулардың аруы. Сұлу көрсең өңін құрап солмайсың, қарап көркіне ешбір тоймайсың. Көз алдыңда күлімдеп бір тұрғанда, сұлулығы мексикалық Паулина ма деп ойлайсың деп, Бастиып әпкемізге сөз береміз. Той құтты болсын, кеш құтты болсын. Жаттаған сөздерім есіне шығып кетті. Осынша мақтаулар өмір бойы естімеген едім. Толып отырмыз ғой барлығымыз ішімізден. Осыншама 40 жыл уақыт қалай өткенін білмей отырмыз. Үлкен ұстаздар, біріншіден сіздерге үлкен алғысымыз. Апайлар, ағай, барлықтарыңызға, жоқ ағайларға да барлықтарыңыз жақсы тәрбие бердіңіздер бізге, жақсы сабақ өнерлерін үйреттіңіздер. Сіздерге үлкен алғысымыз. Тәрбиелі болып, осындай үйлі жайлы болып, оқымысты бір семьяның бастығы болып, ер азамат, әйел кісі болып отырғанымызда осы сіздердің арқаларыңызда. 40 жылдан бері көріспестен бір-бірімізді көріп, өте бір ішімізден қуанып, толғанып отырмыз ғой, класстастарымыз соншалықты ұлғайып, бірақ ақыл есі ұлғайса да, жасы ұлғайса да өздері өзгерместен біздің класс жігіттеріміз әлі сол баяғыдай өте бір ақылды есті бір беделді жігіттер болып тұр. Өте қуаныштымын сендердің осындай күндерде осындай бір жетістіктерге жетіп отырғандарыңа. Қыздарымыз барлығы әдемі, сымбатты, ал мына жігіттеріміздің келіншектері бір-бірінен сұлу, инабатты, барлығы үйімшіл екен. Өте қуаныштымыз. Мына бір 40 жыл көзді ашып жұмғанша өткенін барлығымыз да білмей тұрмыз. Соншалықты тез өтіп кеткені қазір ішіміздегі жүрегіміз әлі бір 20 жас, келбетіміз 60 жас, жүрегіміз бір 80 жас. Сондай болып тұр. Бірақ жүрек 20 жас. Соның үшін әрдайым да бұдан кейін кездесуімізде де бір 20 жасты жүрекпен кездесу нәсіп етсін. Барлықтарына жетістіктерге, бұдан да жетуге тілектеспін. Негізі бағана ойлаған енді Назира апай действительно осыларға сабақ берген ба, бермеген ба деп гуман қылған едім да, бірақ действительно берген екен ғой. Астана. Ана жұрт айтып жатыр, ертең Москваға көшіп кетпесем ба деп жатыр ғой. Күн жақсы, бүгінгі күн тамаша болып жатыр. 40 жыл өтіп кездесіп, бәріңді көргеніме өте қуаныштымын мен өзім. Класстастар бәріңе, самый главный, бірінші очередьте денсаулық тілеймін бәріңе, ешқашан ауырмаңдар. Сосын бала-шағаларың аман болсын, неберелерің көп болсын. Осындай әрдайым той думанда басымыз қосыла берсін. Әрдайым той болсын. Үйімізде да, далада да, қалада да той болсын. Тойда кездесе берейік класстастар. Мен өте қуаныштымын сендермен кездескеніме.
не деймін, мына 40 жылдықтарың құтты болсын, класстастар. Дендерің сау, өмірлерің ұзақ болсын. Мына мұғалімдерге де рахмет, бізді өйстіп, мәпелеп, тәрбиелеп өсіргеніне. Біздің қыздар, сондай алтын қыздар, бәрі бірінен бірі өткен сұлу. Мексиканың модельдері біздің қыздардың алдында қалып кетеді ғой. Сол үшін барлықтарын 40 жылдықтарына құттықтаймын, 50 жылдықта аман есен кездеседі. Барлықтарына жақсылық тілеймін. Мәйлі, кеш жарық, класстастар, құрбы-құрдастар, ұстаздар, көшеде ат салысып, бәрін ұйымдастырып жүрген класстас қыздар, жігіттер, барлықтарыңа рахмет. Мына қыздар айтпақшы, алдыменен бірінші очередте денсаулықтарымыз мықты болсын, өмір жастарымыз ұзақ болсын, қатарымыздан кем қалмайық. Әйтеуір өстіп кейінгі 50 жылдықтарда ұшырасып жүре берейік. Барлықтарыңа мына 40 жылдық құтты болсын, дендерің сау болсын барлықтарыңа. Жігіттер, сендерге үлкен рахмет. Ат салысып жүрген қыздарға да рахмет. Той құтты болсын. Мынау 40 жылдығымыз құтты болсын. Біріншіден мынау ұстаздарға рахмет, Нәзира апайға, Талғат ағайға, Мәскеу апайға, ұстаздардың арқасы. Екіншіден отырған осы жерде рахметімді айтқан Мәскеу жігіттеріне, Бақтыбек, Мелдеш, Толқын, организаторлар қыздарға, айна бұл бас болған қыздарға осындай организовать етіп, осыншалықты бәрін орынды қылып отырсыңдар. Рахмет сендерге. Біз енді Чимкентте тұрамыз. Неде Астанадан келген жігіттер бар, қыздар бар, Алматыдан келген. Біз только телефонменен жүрміз әйтеуір. Дайында келіп дегендей. Мынау той құтты болсын, тойға той жалғаса берсін. Достарым, бәріңе денсаулық тілеймін, терең байлық, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, бақытты болыңдар, небере шөбере сүйіп, ойнап күліп, бірлігіміз жоғалмай жүре берейік. 50 жылдық арқасында жалғаса берсін. Жаңа 60-та келгенде Марат айтып жатқан, ойбай 60 жылдықты бастаймыз енді, тойды басын мен боламын дегенде. Шақыра салайын ба сені орныңа? Ассалаумағалейкум, ағайындар, класстастар, құрбы-құрдастар. Қош келіпсіңдер мына 40 жылдық кездесуімізге. Мына бүгін мектепті бітіргенімізге де 40 жыл болыпты. 40 жыл нормальный уақыт бірақ. Бір адамдардың өмірі 40 жыл. Мына көргеніме, барлығымды көргеніме өте қуаныштымын. Жігіттер, қыздар, құрбы-құрдастар. Барлығын сол баяғы жап-жас, әбәдемі бір-бірімен өткен. Нәзира апай, Талғат ағай, Мәскеу апай, сіздерге рахмет. Бізді оқыттыңыздар. Осы барлығын біздің осы дәрежеге жеткеніміз сіздердің арқаңыз. Рахмет сіздерге. Дендеріңіз сау болсын. Ауырмаңыздар, шаршамаңыздар, шалдықпаңыздар. Мына бала-шағаның қызығын көріңіздер. Мына небере шөберелердің алақанына майлау нәсібесін алам. Дендеріңіз сау болсын. Мына жігіттер, қыздар, мына барлығы рахметін айтып отыр. Дұрыс, мына осы ауылда осы қызмет қылып, осы 40 жылдықты ешкімнен ұялып қалмайық, ешкімнен кем болмайық деп жүгіріп жүрген жігіттер, қыздар барлықтарына үлкен рахмет. Мына барлығың дендерің сау болсын. Аман болыңдар, мына бала-шағаның қызығын көріңдер. Құдай қаласа, кейінгі остановкамыз 50 жылдық. 50 жылдықта барлығымыз төрт көзіміз түгел аман есен. Осылай, дәл осындай күйде кездесейік. Мына бүгін осы жерде мынау туылған күн иесі мына Марат, досым Марат. Айдан құрдасыңыз туылған күндерің құтты болсын.
Дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Мына қосқандарыңмен қосағарыңдар. Мына шөберелердің алақанынан майдалау нәсіп етсін. Әрқашан осындай болып жүре беріңдер. Жап-жас әбәдем болып, бақытты болыңдар. Барлықтарың бақытты болыңдар. Семейден келген ол. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сый құрметтеріңізге мың алғыс, көп рахмет. Кластасы тұрғанда енді. Мынау бірліктеріңізге қарап таңғалып отырмын. Мысалға енді бәрімізде ақсақалында болып қалдық та, 60-тан алып келіп қалдыңыздар, таяп қалдыңыздар. Ел көріп жүрміз. Әр жерде мынандай ұйымшылық бола бермейді. Осы жолдасым енді қарап отырмын ғой чатта сіздердің сөйлеп отырғаныңызды. Бұл кісімен мен де күйіп пісіп боламын. Бәй, ана сөйтпеймін, сөйтсем екі ауыз сөздің ішінде мына Байдулла бар, және бастаған жігіттер, елде ештеп айтып отырған қыздар бар, Марат Найман бар. Сол, мына бірліктеріңіз әрқашанда осылай жарасып жүре берсін. Мына құда мұңдылық дейміз, көзжүзділік дейміз. Классасы деген ол мәңгілік деп санаймын мен. Жас болсын, 18 жаста, жүректеріңіз жаңа қыздар айтып отыр. Жүректеріміз 18 жастағы дейді. Әрине солай болып қалады ол. 80-ге келсеңіздер де, 100-ге келейік. Осы тойларымыз тойға ұласа берсін. Қуанышқа ғана жазылсын осының бәрі. Тойларымыз тойға ұласын, өте мықты болып отыр бәрі. Разымыз. Рахмет. Рахмет сізге. Бүгінгі туған күн иелері жастарыңызға жас қосылсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Тілейтінім бәріңе де шапағат, болыңыздар әр адаммен қанағат. Тілейтінім бүгінгі 69-ның жігіт қыздарына тауысуындай мөлдір таза махаббат. Достықтарыңыз мәңгілік болсын.
Ана кісіге не жоқ десеңші. Шақтауы. Алтау. Ой, жезді. Бір екі шоқ бес. Рахмет жезді. Рахмет. Үш оптым шығармаса шықпайтын ұқсайсыздар ғой. Музыка. Бүгінгі мектепте оқыдыңыз, ЗАГСтен өттіңіз, әлеге отырсыз. Рахмет. Ал кет, музыка. Рахмет, сіз Матнұр апайды шығарып сала беріңіз. Кет, музыка. Шу. Көрсі. Мұхамеджан көңеміздің қарғысы дейді ау сізге. Тастап кеткенге. Рахмет. Ал кет, музыка. Сізді ақылына келген бір полигон әрмен білеміз. Ал кет. Мен әпшем шығар жүрсі.
Мен әпшем шығасыз. Ал кет. Рахмет. Сіз абайлаңыз. Неге десеңіз, екеуі бақыс қой. Бақысқа жақсы ба? Кет. Ne yapacağız şimdi? Sınıftan başlasın be. Ne diyor? Seyirciler. Kadar bilirsiniz, iyi gördüm. Şu gelende. İyi gördüm. Yeni günlere orta bir yutup aldı. Şapalakayla. Yegeniz böyle soras. Sizge. Aytsın bir özüm kalan mağırında benim alan versin bir. Tыңды ләззат алыңыздар. Жақса лайк басасыздар, жақпаса шапалақ тұрасыздар. Жүрегінде оты барлар тансаға түсуге мүмкін деп жатыр.
Мына бүгін ханымдар мен мырзалар, класстастар, достарым, құрбыларым, мына бүгін 40 жылдығымыз құтты болсын. Мына Алла тағала мына нәсіп етіп, өте керемет, өте жақсы өтіп отыр. Аллаға шүкір. Бәріне тілейтінім зор денсаулық, ұзақ өмір. Келешекте бір жастықта қартайыңдар. Бәріміз өже жас емеспіз, қартайып отырық дегенмен, анау өсіріп атқан ұлдардан, немерелерден қала берсе шөбере, қала берсе шөпсек сүзіңдер. Ендігі Құда Алла бұйыртса, тағы 40 жылдықта кездесе берейік. Тағы 40 жылдық деп 80-ге барып қалмайық, ердің 60-70-те тағы отырып ұйымдастырып, өзім ұйымдастырам даже. Шымкентте кездесейік. Дегенім бәріңе зор денсаулық деймін. 100-ге келіңдер, жігіттер, қыздар. Бұл қандай қанемет нәрсе. Асаба мырза бар, Сабашқұда, рахмет саған. Мынау бұндай нәрсе кемленген болады. Мысалы, 40-қа деген 40 жылдық тойламай кеткендер де бар. Соған қуанып, жүрегім жарылып. Бүгін қандай мен үшін қуанышты күн. Неге? Әрі 40 жылдық, әрі туылған күн туып келіп тұр ғой. Сол сияқты бәрілеріңе рахмет. Сау саламат болыңдар, айналайындар. Бәрілеріңді мен жақсы көремін. Бәрілеріңді. Аман болыңдар. Анасыз қалса, бала жетім, айтылған сөз естілмесе, сөз жетім дейді. Марат кластасымыз туылған күні ішінен жанып, сөйлеп жатып тыңдамайсыздар. Бұл қашықша тордай дайындалып сөздерді айту үшін. Менен нешелі телефон соғып, былай айтсам олама, былай айтсам олама деп. Мен оның нешелі турладым. Қазір үйреніп айтқан сөзді тыңдамадыңыздар. Қазір сояшы не деп айтты Марат деп, біреуіңіз де білмейсіздер. Не болды? Сол, мынау Марат кластасымыздың айтылған сөзі жетім қалды. Тыңдадыңыздар ма? Енді мен айтқан сөзін естімесеңдер, қапа болып қаламын. Мына тілектер білдіріп жатырмыз. Мен бірінші айтпақшы болғаным, қазір мына ұстаздарға айтты, класстастарға айтты, мына жігіттер айтты. Мен қазір айтпақшы болғаным осы Бақытбек пен Мердібекке рахмет. Үлкен алғысымыз. Мына аяғынан тік тұрып, неше күн, неше ай қызметте болды. Мына істеген қызметтеріне разы болыңдар жігіттер. Оның арасында басқа класстас жігіттеріміз де бар. Марат, Толқын, Мұхит, Шаубаев вообще. Барлық жұмыстарды істеп жатыр. Арасында Айнагүл бар. Айнагүлге рахмет. Мен бір адам айтып, рахмет саған айтпай жатыр. Мені айтыңдаршы, пожалуйста, мен мақтау сүйер адаммын да, маған мақтап қойсаңдар, мен үшін қазір бір нәрседен ұқтасың да. Маған төймегін қазір шыққан соң саған паталға магазинде алып беремін. Жақсы, мына жігіттерге рахмет. Өте қуанышты. Мына Маратты бағалбер айтып жатырмыз туған күн деп. 100-ге келсін және. Ана не дейді? Ол маған нешелі телефон қылып, Найман зор деп айттым деді. Найман зор деп айтпай, Марат зор деп айтайыншы дедім. Марат вообще бұдан алдыңғы отырысты организовать қылған, барлығын ұйымдастырған, жақсы болған, Шымкентте ұйымдастырған. Бұдан кейін Құда қаласа үлкен той және 50 жылдықта болады, 45 жылдықта және бір репетиция болады. 60 жылдық одан Айсыз қараңдар, қыздар қараңдар. Барлықтарыңды осындай бір 40 жылдықта кездескеніне өте қуаныштымын. Мына ұзақтан келген бір тос бар еді, сол тосқа шақырсам бола ма? Пожалуйста. Мына Шымкенттен келген біздің 4 класс оқыған, бірақ біздің құрмет қылып келген Сәттібек, Қалаубаев Сәттібек. Ортаға, өтініш сізден ұстайсыз. Мына біздің классымызда 4 класс оқыған, бірақ кетіп қалған, қазір біздің құрмет қылып келді. Соған сөз берейікші.
Ассалаумағалейкум, құрдастар, иә бүгін қуаныштымын көргендерім. Маған 46 жыл болыпты, сіздерге 40 жыл болса, маған 46 жыл болыпты. Бірақ сонда да енді естімеген класстас қыздар, жаңағы Айнагүл бар, Кенжегүл, Рыскүл деген қыз бар еді, кейін Райхан деген қыз бар еді, Зибагүл, естімеген қыздары. Балдардан жаңағыдай Бақытжан, Үбайділлә, Ораз марқұм, тағы кім еді? Нұржан, екі Нұржан бар еді, Сары Нұржан, Нұржан, Қуаныш, тағы кім? Бәрін почти. Мен қуаныштымын. Былтыр чатқа да кірдік қой, чатқа кіріп, бір-екі ай жүріп, Урниса, Маратпен таныстық. Тағы да біраз жігіттер қыздармен таныстық қой. Негізі қуаныштымын танысқаныма. Мен езі көбісі танымай айтқанша, мен езі Майскіде Садовой көшесінде сатып алып деген кісі болған. Майгайдың соның қайнысы боламын. Әпкем мұғалім болған Шәржат деген, Крупскайда ауылында істеген кезінде. Кейін әпкем қоздасы еді, кейін пенсия ашып ол кісі өмірді өтіп кетті. Сол, енді не айтамын сіздерге, құтты болсын қырғыздарыңыз, аман болыңыздар. Бұл жалған өмір өтеді кетеді, тек біздің қалады, осы түкте қалмайды. Так что білмейсің кімнің қашан кететінін. Тірі жүрген кезде араласып құласып тұрыңыздар, аман болыңыздар, құтты болсын қырғыздарыңыз. Мен жаңа айтам деп есіне түсіп кетті. Рахмет айтамды мынау Мелдеш, Бәлтәш, Нағима кеше үйіне шақырып беш бармақ беріп өте тамаша Мелдеш, біздің аймандарды толқа беш бармақ барады да, сендер де қосып жүрдім соның ішінде. Ет жеп, кішкене отырдық, рахмет сендерге. Ал бәрлеріне рахмет. Болды, Айнаға көп сөйлемеймін. Енді бір ұсыныс бар еді. Біздің өзі группамыз бар, WhatsApp-та. Сол WhatsApp-қа вообще кірмейтін бітті класстасымызға. Мен ұсынысым. Подарка берейік, ұялтырып, потому что кейін барып басқа класстастарда ұялғанына кіретін болады. Барлықтарға айтты, WhatsApp-қа кім кірмейді, соған бір приз берейік те ұялтып бересің. Онда ертеңнен баса ешкім кірмейді ғой. Подарка берер екенде. Tengizideki